Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға логикалық сұрақтар бейнесін ұсынамын. Номері 1. Азанғы уақыттарда мұражайдан құнды сурет ұрланады. Бұны көрген күзетші бірден іздейді. Ұрлықшыны көреді, бірақ та ұрлықшының өзін емес көлеңкесін ғана көріп қалады. Оны полиция басқармасына барып баяндаған кезде сол көлеңкеге ұқсас 3 адамды табады. Ал енді сіздерге сұрақ, осы 3 адамның қайсысы ұрлықшы? Уақыт кетті. Жауабы: егер де біз осы 3 адамға мұқият қарайтын болсақ, онда үшінші тұрған адам көлеңкесі бағанағы көлеңкемен бірдей екендігін байқаймыз. Яғни бізде ұрлықшы адам үшінші тұрған адам. Номері 2. Санжар қыдырып келе жатып шұңқырға түсіп кетеді. Шұңқырдың биіктігі санжардың бойынан 60 сантиметрге үлкен. Егер де шұңқырдың бойы санжармен бірдей болса, санжар шыға алады. Сондықтан да ол тас пен кірпішті қойғысы келді, бірақ та оның бойы 20 сантиметрге жетпей қалды. Ал енді сіздерге сұрақ, қалған 20 сантиметрге жету үшін не істеу керек? Уақыт кетті. Жауабы: санжарға бұл шұңқырдан шығу үшін оның астында тұрған кірпішті алу керек. Ол кірпішті жатқызып емес тұрғызып қою керек. Сол кезде тағы да 20 сантиметр қосылады. Ал осыдан кейін санжар сол кірпіштің үстіне шығып жармен бірдей болады. Ал жармен бірдей болғанда санжар бұл шұңқырдан шыға алады. Жауабы осы. Номері 3. Әлия жұмыстан өзінің үйіне бара жатқан кезде оның сөмкесін ұрлықшы ұрлап кетеді. Дала қараңғы, әлі жаңбыр жауып тұрғандықтан ұрлықшының кім екенін көрмей қалады. Артынан қуалайын десе, Әлия қатты жүгіре алмайды. Сондықтан да полицияға барады. Полиция 3 күдіктіні табады. Бірінші күдіктіні тергеген кезде ол айтады: мен ол кезде өзімнің үйімде болдым. Өзімнің үйімде төсектің үстінде рахаттанып ұйықтап жаттым, мен ұрлаған жоқпын дейді. Ал екінші күдікті болса айтады: мен суретшімін. Мен сол кезде дала қараңғы болса да жарықты жағып алып сурет салып отырдым. Мен ұрлаған жоқпын дейді. Ал үшінші күдікті болса айтады: мен ол кезде басқа қалада болғанмын. Бүгін ғана осы қалаға келдім. Мен ұрлаған жоқпын дейді. Ал енді сіздерге сұрақ, осы 3 адамның қайсысы ұрлықшы және неге? Уақыт кетті. Жауабы: бірінші және үшінші күдікті қылмыскер емес. Бұл жерде қылмыскер екінші тұрған күдікті, себебі ол айтқан етін мен сурет салып жаттым деген, ал далада жаңбыр жауып тұр. Сондықтан да ол сурет сала алмайды. Яғни оның суреті бүлініп қалады ғой, демек ол қылмыскер. Номері 4. Енді сіздің көзіңіздің қыралығын тексерейік. Осы суретке мұқият қарап, бұл жерде қандай жануар екендігін табыңыз. Жауабы: шошқа. Осы 3 жануардың қаншасын таптыңыз? Пікірге жазуды ұмытпаңыз. Ал енді келесі сұраққа жауап беріп көріңіз. Номері 5. Ахат түнгі уақытта далаға қыдырғысы келеді. Ол даланы ашып қалса, яғни есігін ашып қалса, алдынан вампирді көріп, қатты қорқып есігін жауып алады. Ол арт жақтағы есікпен шыққысы келеді. Ол жерде 2 есік бар. Бірінші есікте от жанып тұр. Алаулаған от. Ол от өте қауіпті. Ал екінші есікте улы жыландар бар.
улы жыландар өздеріңіз білетіндей адам үшін өте қауіпті. Егер олар бір шақса, адам бірден өліп қалатыны анық. Ал енді сіздерге сұрақ, осы екі есіктің қайсысы қауіпсіз? Уақыт кетті. Жауабы: бұл жерде бірінші есік қауіпсіз. Себебі ол жерде от жанып тұр. Ал далаға қарайтын болсақ, жаңбыр жауып тұрғанын көреміз. Яғни жаңбырдың арқасында от жанып біткенше Ахатқа үйдің ішінде күте тұру керек. От сөніп болған соң далаға қарай шыға берсе болады. Номері 6. Айнұр қалаға демалысқа келеді. Ол демалысқа келген кезде өзіне бір үй сатып алады. Үй сатып алған соң тура 2 күн өткеннен кейін біреу есікті қағады. Есікті қайта қаға берген соң Айнұр есікті ашып қараса, ол айтады: бұл менің үйім, сен менің үйімде не істеп жүрсің дейді. Ал Айнұр болса: жоқ, бұл менің үйім дейді. Бұны естіген адам бірден шығып кетеді. Ал бұдан кейін Айнұр полицияға қоңырау шалып, менің үйіме ұрылар түсейін деп жатыр, бірден келіңіздерші дейді. Ал енді сіздерге сұрақ, неліктен Айнұр полицияға қоңырау шалды? Уақыт кетті. Жауабы: мен сіздерге келген адам есікті қақты деген болатынмын. Егер де ол келген адам шынымен де үйдің иесі болатын болса, онда ол есікті қақпай кіретін еді. Есік ашық тұр ғой. Және де ол: бұл менің үйім, не істеп жүрсің менің үйімде деген кезде, Айнұр бұл менің үйім деген кезде шығып кетті. Ал егер де ол шынымен де үйдің иесі болатын болса, онда ол былай айтпайтын еді. Яғни бірден кетіп қалмайтын еді. Демек ол ұры үйде адам бар ма, жоқ па, оны тексерейін деген етін. Жауабы осы. Номері 7. Жансерік түрмеге түсіп қалады. Түрменің бастығы оған мүмкіндік береді. Мен саған 3 кілт беремін. Ол 3 кілтті 3 табаққа салып беремін. Бірінші табақтың ішінде шаян бар. Ол шаян сен үшін өте қауіпті. Сен ол шаянға бір жерін тиетін болса, бірден өліп кетесің. Яғни ол сені шағып алады. Ал екінші табақта оның ішінде өте ыстық су бар. Сен оған қолыңды сұғатын болсаң, сенің қолың бірден күйіп кетеді. Ал үшінші табаққа мен суға қосамын. Ал ол суға улы затты қосамын. Егер де сен ол суға бір қолың тиіп кететін болса, сен бірден өліп кетесің. Мен саған тек 24 сағат беремін. 24 сағаттың ішінде осы түрмеден шықпасаң, мен сені өлтіремін дейді. Ал енді сіздерге сұрақ, осы 3 табақтың ішіндегі қай кілтті алсаңыз, сіз өлмейсіз. Яғни қалай алуға болады? Уақыт кетті. Жауабы: жансерікте 24 сағат бар. Яғни оған ең қауіпсізі ыстық суы бар ыдысты күтіп тұру, яғни оның жылығанын күту. Ол біраз уақыт өткен соң жылайды. Сол кезде ол кілтті оп-оңай алып түрмеден қаша алады. Номері 8. Бұл жерден дұрыс көлеңкені табыңыз. Уақыт кетті.
Номері 9. Үш адам жатады. Оларды бір адам өлтіріп кетеді, яғни үшеуінің екеуін бір адам өлтіріп кетеді. Ал енді сіздерге сұрақ. Бұл жерде кім тірі? Жауабы: бұл жерде бірінші жатқан адам тірі, ал қалғаны өлі. Себебі олардың үстерінде шыбын-шіркей жүр. Ал шыбын-шіркейлер өлі адамның үстінде жүреді. Яғни тірі адамға қарағанда өлі адамның үстінде жүргенді жақсы көреді. Ал енді осымен менің жинаған логикалық сұрақтарым бүгінге бітті. Егер де сіздерге осы бейне ұнаса, лүпіл басып арнаға жазыламыз, және осы бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.